Сәлем досым, мен бүгін Воин киносы жайлы қысқаша айтып беретін боламын. Егер саған менің видеоларым ұнайтын болса, онда менің арнама жазылу арқылы қолдау көрсете аласың. Фильм Томми Райерденді таныстырумен басталады. Ол өзінің бұрын маскүнем болған Пэдди атты әкесіне арада 14 жыл өткен соң келеді. Әкесі өзінің өмірін өзгертіп, маскүнемдіктен бас тартқан болады. Ол Томмиді үйге шақырып, оған кофе дайындап береді. Бірақ Томми әкесімен бірге кофе емес, ішімдік ішкісі келеді. Сосын ол Пэдди Конлон жақсы әке болмағанын және анасы қайтыс болғанда әкесі хабар алмағанын айтып ұйықтап қалады. Бұл Брэндон Конлон, Томмидің ағасы. Бүгін қызының туған күні болып, соны тойлап жатады. Брэндон алып келген сыйлықтарды көріп, оның әйелі Тесс көп ақша жұмсап қойыпсың деп айтады. Қонақтар кеткесін, Тесс жұмысқа кетіп бара жатып, Брэндонға балаларды ұйықтатуын сұрайды. Және ақылды болып жүрсе,